Ал енді бізде келесі шығатын адам ол Пахан, криминальный авторитет, это может подтвердить Алматинский РОВД. Аршат Ораз, Дугол Шапалак. You got it, my body, you got it, everybody. You got it, my body, you got it, everybody. Сәлем. Мен көп сөйлей алмаймын, тек қана жаңалықтар айтам. Жұмысымыз кішкене ақпаратпен байланысты. Сондықтан кейбір жаңалықтарды оқи кетейін. Сонымен қылмыс. Тұтынушы кейпінде жезөкшелерді және жеңгетайын ұстауға кеткен бір полиция қызметкері нәпсісіне жеңіліп қайтты. Әлеумет. Күннен күнге Фейсбукта баласының суреттеріне лайктардың азаюына байланысты бір жігіт әйелін екінші балаға көндіруде. Саясат. Депутаттар дағдарыс кезеңін рухани баю жылдары деп атауды ұсынды. Қабылданды. Руханият. Діни конфессиялар одағы отандық авиакомпанияларды атеизмге қарсы күрестегі ерен еңбектері үшін марапаттады. Білім. Жатақхананың қабырға газетінде Астана студенттерінің екінші семестрде барылуы міндетті концерттер және флешмобтар кестесі жарияланды. Спорт. Ақтөбе капитанының «Мықты болсаң өзің ойнап көр» сөздерінен кейін ойынға қосылған жанкүйер әзірше 2 ойында 4 гол соғып, 2 гол пасын берді. Тұрмыс. Жұрттың әйелі биыл да шуб алды. Мәдениет. МС Сайлаубек кеше тамақ ішті. Содан кейін дәретханаға барған сияқты деп хабарлайды Нұр-Кизет порталы. Рэпердің Инстаграм парақшасына сілтеме жасап. Экономика. Forbes Қазақстан журналы Қазақстандағы ең кедей 17 миллион адамның тізімін жариялады. Мен қарадым, ішінде алмас жоқ екен, жаңағы алмас. Бизнес. Еліміздегі ең арзан тарифті ұялы байланыс операторлары анықталды. Бірінші орында Теле2 болса, Кселл бірінші орында қалды. Ал Билайн бірінші орында. Қоғам. Ұлттық құрама футболшыларының тәрбиесінде өскен бір бала бірнеше жылдан бері балабақшадағы өз тобынан шыға алмай жүр. Мәселе. Қазақстанда коррупциямен күресу мүмкін емес екені белгілі болды. Өйткені ол бокспен айналысады. Ұлт. Ұлттық валютаға шенеуніктерден үлкен қолдау және сенім. Ұлтшыл һәм патриот ағалар параны тек теңгемен алады екен. Соңғы жаңалық, денсаулық. Қазақ филологтары және әлеумет танушылардың зерттеуінше тек жезөкшелер ғана жұмыстан шынымен келеді екен. Сау болыңыздар, соңғы жаңалықтар осы.